Агара Төреғалидың айтысқа шығып жүрген кез ғой. Төреғали қандай ақын деп ем, темекісі бір тат. Төреғали сүйкімді бала ғой деді. Төреғали сүйкімді бала ғой деді. Сөйтіп бір кезде мен айтсам мені де оңдырмайтын біліп тұрмын ғой енді. Сөйтіп тұрмын, сұрайын ба сұрамайын ба деп. Бақыт аға мен қандай ақынмын деп бетін аратты. Сен жақсы тамадасың ғой деп. Кейбір ақындар өзінің айтқан өзі жеткізе алмаса, айтқыштар өз жазған деп біреусін жеткізе береді ғой деді. Бұл ана ұйтқыш деді. Ұйтып тыңдайды. Екеуін қосқанда айқыш ұйқыш деді. Мен де баяғыда өлең жазып жүретінмін, 33 жас көзіме елестейді деп өшіріп тастадым. Жүрегім сенген бақытты дегенде қатыным арнап соған айтып қойған ғой. Ен түсінім ғой. Не абесіп кеткен ен түсінім ғой. Айтпау керек екен ғой. Сөйтсем айтпау керек екен ғой. Бәрін айтып тастадым ғой.